Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Вена Open жалғастырамыз. Чилеуский Патрик дейді, Жансай Абдымаликтің қарсыласы. Кеттік. Т4, АТФ6, С4, Ж6, АЦ3, біл. Жоқ, Д5. Алдымызда Грюнфельд қорғанысы. Эрнст Грюнфельд. СД, ат Д5. Ұмытпасаңыздар, Д5 ол Грюнфельдтің негізгі ойларының бірі, негізгі идеялардың бірі осы D5. CD, ат D5, I4, G4, біл G7, АТФ3, C5. C5 мұна орталыққа біз деген барынша қысым көрсетуге тырысуымыз керек. Біл B5 шах, ат C6, Бұлай А6, жедік. Мен сіздерге үнемі айтатын нәрсе, айырбастауға ерекше көңіл аударыңыздар деп айтам. Бұлай қарасаңыз, әрине, мына ыңғайсыз орналасқан, қабаттасқан жауынгерлер болып қалды деген сияқты. Бірақ мына пілдің де өзінің орны бар. Және болашақта айтар сөзі де болады деген ойдамын. Себебі позиция ашық болғаннан кейін позиция екі қапталда жүргізіледі. Ойын деген күрес екі қапталда. Ол мына патшаның қапталы болсын, және уәзірдің қапталында. Және мына піл деген мына аттан әрине мықтырақ болады. Сол себепті бұл жердегі айта кететін нәрсе, ұзақ мерзімді басымдықтарды ұмытпаңыздар. Піл Е3, патшаны сырға кіргізді, және уәзір А5. Біріншіден мына А2-ге қысым көрсетеміз, және С3-тегі де қысым көрсетеміз. Бұлай піл А2. Көрдіңіздер ме? Мына пілдің уақыты келді. Көп ұзамай. Бар болған 13-ші жүріс. 13-ші жүрісте ол деген бұлай шабуыл жасағысы келіп тұр. А4, кеме А-Б8. Сіздер білесіздер, қарсыластың аумағына кіру үшін бізге ашық жол керек. Кеме деген ұнатады. Тік жолды ұнатады, және көлденең жолдарды ұнатады. Осыны ұмытпаңыздар. Бұлай F5. Тағы да жиі кездесетін жүріс, әсіресе Грюнфельд қорғанысында ол D5 болатын болса, D5, мысалы C5 болатын болса, әрине бұл жерде де мысалы ол F5 деген жүріс. Болашақта егер Грюнфельд ойнайтын болсаңыздар, D5, C5 және F5-ті ұмытпаңыздар. Бұл жүрістердің ең басты мақсаты неде? Орталықты қирату, қарсыластың орталығын қирату. Сол себепті осындай әрекеттерді пайдаланады. Жүрдік, жедік. F5, бұлай. С3-ті жек беттік. Сонымен салыстырайық. Мына жерде 1, 2. Бізде орталықта 2 жауынгер бар, ал бірақ қарсыласта бір-ақ қана жауынгер бар. Бұлай жүрдік, жедік, және D5-ке барамыз. Неге мынаны жеуге болмайды деген сұрақ туындайды. Мынаны жей салады ғой. Өйткені мынау салбырап тұр. Ұмытпаңыздар. Көрдіңіздер ме? Егер де мынаны жейтін болсаңыздар, мынау аңшы болса, мынау сіздерді қорғаушы болса, онда мына негізден айырып қаласыздар. Бұлай Е4, көрдіңіздер ме? Мен айтқанымдай, мына пілдің де айтар сөзі болады. Мына жерде де ойнайды, және мына жерде де ойнауға әбден мүмкіндігі бар. Бұлай D8 байлау әдісін пайдаланамыз. Ұмытпасаңыздар, байлаудың екі түрі болады. Негізгі ол деген толық байлау, және толық емес байлау. D2, бұлай, әрине де бұлай жүрге болмайды. Бұлай жүретін болсаңыздар, онда уәзір Ж5 және жағдайымыз онша емес болады. Бұлай жүреді, бұлай C5. Ақырындап салбырап тұрған жауынгерлерді жейміз, және мынаған шабуыл жасаймыз. Бұлай D6, D3, C5. Ұмытпасаңыздар, өтетін жауынгерлердің 4 түрі болады. Орталықтағы өтетін жауынгерлер, содан кейін қорғалған жауынгерлер болады, мысалы, содан кейін шетте тұрған жауынгерлер болады, және байланған, мысалы, мына екеуі сияқты байланған жауынгерлер болады. Ақырындап оларды жылжыта бастаймыз. C4. Мынау мысалы бізде аңшы болса, мынау бізде кім болады? Қорғаушы болады. Батарея деп айтуға да болады. Бұлай G8, әрине, жартылай G жолында пайдалануға тырысайық.
F4, E8, жедік, уәзір C4. Ұмытпасаңыздар, ойынның соңында екі негізгі қағида бар. Ол патшаңыздың белсенділігі және өтетін жауынгерді ұйымдастыруға тырысу. Мына жауынгер болашақта уәзір болуға тырысады. D8 әрине қорғаймыз. D2 патшаның белсенділігі. Қараңыздар, былай қарасаңыз, мына уәзір бар, және мысалы кеме бар, бірақ сонда да қарсылас сонда үлкен сізге қиыншылық көрсете алмайды. Және мысалы қиындық туғызамайды. Шах, шабылдық. Енді қалғаны аса қызық емес. Бұл жерде Жансая өте мұқият қимылдайды және өздерінің ісін жақсы біледі. Басымдық тым үлкен, қарсылас деген осал. Шамасы, енді кім болса да Жансая бұны ұтып кетер еді. Ешқандай қиындық. Көрдіңіз бе? Былай қарасаңыз, мына патша да іске қосылыпты, және А4. Осымен енді ойын аяқталды. Қарсылас айтқан шығар, бітті. Бұл ойыншыға қарсы тұра алмаймын. Каналдағы видео ұнайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыздар болса қойыңыздар. Шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік. Сау, сәлемет болыңыздар.